Денсаулық сандарына жет. Қазығұрт ауданында осындай атаумен денсаулық фестивалі өтті. Елбасының салауатты өмір салтын ұстану жөніндегі бастамасы аясында ұйымдастырылған шараға 500-ден астам жас қатысты. Орта арнаулы оқу орындарының студенттері мен мектеп оқушылары, мемлекеттік қызметкерлер, медицина мамандары мен ауыл тұрғындары атсалысты. Акцияға жиналған қауымды аудан әкімінің орынбасары Тайбек Қалымбетов құттықтап, спортпен шұғылдануға шақырды. Жастарға әсер ететін жағымсыз факторлардан аулақ болу жолдары түсіндірілді. Фестиваль жүру марафонымен басталып, флешмоб, дене жаттығулары және спорттық сайыстармен жалғасты. Бұл күні белсенді топ түрлі жас санаттарындағы азаматтарды денсаулық үшін қимыл белсенділігінің артықшылық туралы хабардар етті. Салауатты өмір салтын ұстану, дұрыс тамақтану туралы ойларымен бөлісті. Басты мақсаты халықты салауатты өмір салтынан насихаттау. Дене шынықтыру белсенділігін арттыру, дұрыс тамақтандыру, нашақорлыққа жол бермеу. Бүгін өздеріңіз куә болдыңыздар. Мен ойымша енді жақсы өтті Қазығұрт ауданында. Аудан әкімшілігі, дене шынықтыру бөлімі, мәдениет бөлімі, ішкі істер бөлімі, медицина барлығы қатысып бір кісіде атқарып шықтық енді.